менен де андай жаманырақ жағдайларды көрген едім, сондықтан шүкір деп өттік барлығын. Сөйтіп Құдайға шүкір 3 күннен кейін сені шығарды. Иә. Выписка болды. Иә. Енді қара, сен выпискада жалғыз болдың. Сен Иә. алдында айтқандай картина өзің елестеткен картина болған жоқ. Яғни сол кезде қандай эмоцияда болдың? Аяғым астындағы жер жоқ болып кеткендей болдым. Білесің ба, сені роддомнан шығарған кезде баланы орайды, дайындайды, сосын ана есіктен шыққан кезде врач баланы алып шығады. Сен бөлек келесің. Сол сәтте ол есікті ашады да, баланы бүйтіп алып шығады да, и адамдарға бүйтіп созады. Және бұл баланы алатын адам жоқ қой. Аяғым астындағы жер жоқ болып кеткендей болды, андай. Түсіндіре алмаймын, өте қиын. Сол сәтте ең қатты соққы маған сол болған шығар. Аллаға шүкір, төменнен әкем бірден көтеріліп, баланы қарсы алды. Бірақ та сол күні жылап шықтым. Сол сәтте жылап шықтым. Анда видеода көзім жасаурап тұрған сәттердің барлығын кесіп таста деп айтқанмын библиографқа. Суретке түскен кезде әрең тұрдым, қол аяғым дірілдеп. Үйге барғаннан кейін ваннаға кіріп бір жыладым. Бөлменің есігін жауып бір жыладым. Қиын болды рас. Оңай емес. Баламен жалғыз қалу оңай емес. Тіпті сен жалғыз қалу емес, жалғыз қалмаған қыздарға да қиын. Өзі естеріңізге түсіріңіздерші, роддомнан келе жатқан сәтті. Мүлдем бөлек қой, сен бір бөлек әлемде жүрген сияқты болып қаласың. Иә? Иә. Тіпті сау кезіңде. Ал сені күтпеген кезде, жаңағы жоқ, енді совсем күтпеді деп айтқанда дұрыс емес шығар, Аллаға шүкір. Оны әрине, оны әке шешең күткенмен партнерың күткен бірдей емес. Келісемін. Ол енді тірегің ғой, былайша айтқанда, партнерың, иә, күйеу болсын, жігіт болсын, мейлі, иә. Ол партнер ғой, тірекші. А ол жоқ. Одан кейін қалай болды? Сен үйге келдің,